Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін игілік басы ынтымақ деген тақырыпқа да келіп жеттік. Алдағы уақытта да видеоларды көріп отыру үшін видеоға лайк басуды, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмада мәтін берілген. Мәтін достық туралы. Бір ертеде өте бай кісі болыпты дейді, оның 2 иті болған екен. Төрткөз және Мойнақ деген. Екеуі өте ақылды дейді. Күндіз өзіне таныс адамдарды көрсе де тып-тыныш жатады екен. Ал малға қасқырды да басқа жау болатын нәрселердің ешбірін жолатпайды екен дейді. Сөйтіп екеуі бір күні күн шуақта жатып, достық туралы, дұшпандық туралы, жақсылық пен жамандық туралы әңгіме айтып жатады. Сосын Мойнақ айтады: Төрткөз, осы біз екеуміз болмайтын нәрсеге таласып, ырылдасып қала береміз. Ал ана бан, жолдаяқ, бөрі басар деген иттер біздің сонымызды пайдаланып кетеді. Осыдан ары біз екеуміз тату болайықшы дейді. Бұған Төрткөз де келесі кетеді. Иә, расымен де, достыққа не жетсін шіркін деп. Сөйтіп екеуі әңгіме айтып жатқан кезде, біреу осыларға қарай бір сүйек лақтырды дейді. Оны көре сап, екеуі бірдей бас салады, бір-бірімен ырылдасып, тағы да келісе алмай қалады. Сол кезде бұлардың ырылдасып жатқанын көрген басқа иттер келіп, сүйектерін алып кетті дейді. Енді бірінші тапсырманың астында сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Сендер достық дегенді қалай түсінесіңдер? Бұл енді достық деген ұғым ол өте кең ұғым, әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Менің ойымша, екі адамның бір-біріне жанашыр болуы, қиындықта көмектесуі, қолдауы, демеуі, екеуінің тату болуы. Ертеге қандай атау берер едіңдер? Төрткөз бен Мойнақтың достығы деген атау берер едім. Екі неге бір-біріне берген уәделерінде тұра алмады? Өйткені олар шынайы достықты түсінбейді. Бірінші тапсырмада мәтіннен антоним сөздер теріп жазыңыздар дейді. Жақсылық пен жамандық, шомарттық пен сараңдық, достық пен дұшпандық деген сөздерді теріп жаздым. Сіздер тағы да қарап көріңіздер. Екінші тапсырмада мақал мәтелдердің мағынасын түсіндіру керек. Жақын таласса жатқа жем болар дейді. Яғни жаңа екі ит, Төрткөз бен Мойнақ бір үйде тұрады. Екеуі не істеді? Екеуі бір сүйекке таласты. Ақырында олардың сүйектерін басқа иттер иемденіп кетті. Сол сияқты жақын адамдар, бір-біріне жақын адамдар бір-бірімен таласпай, тату тәтті дос болып өмір сүру керек дейді. Сонда ғана оларды ешқандай жау ала алмайды деген мағынаға келеді. Біріккен жүз бытыраңқы мыңдалады. Бұл дегеніміз, мысалы екі топ сайысқа түсіп жатыр дейік. Біреуінде 2 адам, біреуінде 5 адам, 6 адам бола берсін, бәрібір. Сол сияқты екі топтың біреуінде аз адам, біреуінде көп адам болатын болса, егер де мына аз бола тұра бір-бірімен тату, бір-бірімен ұйымшыл сондай болатын болса, топ ана екінші топты жеңеді дейді. Демек бұл жерде де айтып тұрғаны, қандай нәрседе де достық, ұйымшылдық, татулық жеңеді. Солар жүрген жерде жеңіс үнемі сол жақта. Зат есімнің жіктелуі. Енді зат есімнің біз септелуін айттық, көптелуін, тәуелденуін айттық. Енді келесі категориясы оның жіктелуі. Зат есімдер сөйлемде баяндауыш қызметінде жұмсаған кезде жіктеліп қолданылады. Жіктік жалғаудың 3 жағы бар, жекеше, көпше түрлері бар. Бұл қалай? Мен оқушымын. Бірінші жақ жекеше түрде. Сен оқушысың, сіз оқушысыз. Екінші жақ жекеше түрде. Үшінші жақта ол оқушы. Бұл жерде жалғау бірінші жақта мын, екінші жақта сың, сыз, үшінші жақта ешқандай жалғау жалғанбайды. Көпше түрде біз оқушымыз, жалғаумыз. Сендер оқушысыңдар, сыңдар жалғау. Сіздер оқушысыздар, сыздар жалғау. Олар оқушы. Тағы да көпше түрде жалғау жоқ. Үшінші тапсырма. Берілген сөздерге жіктік жалғауларын жалғап сөйлем құраңдар дейді. Ол жақсы адам. Сен мықты әріптессің. Айдар Айболұлы тәжірибелі жаттықтырушы. Анам ірі саудагер. Мұхтар Әуезов ұлы жазушы. Мен көптен бері Шынар Әбділданың оқырманымын.
Мен 2 жылдан бері Атырау-Алматы бағытындағы пойызда жол серікпін. Айбек ақылды бала, сен адал көршісің, ол тапқыр көмекші, тағы басқа осындай өте көп нұсқада сөйлемдер құрай беруге болады. 3-ші тапсырманың астында сөздерге көптік жалғауларын жалғап жазыңдар дейді. Адамдар, әріптестер, жаттықтырушылар, саудагерлер, жазушылар, оқырмандар, жолсеріктер, балалар, көршілер, көмекшілер болады. 4-ші тапсырма. Берілген сөздерге тәуелдік жалғауын жалғау керек. Дос, қала, білім, отан сөздері берілген. Досым, досың, досыңыз досы. Қалам, қалаң, қалаңыз қаласы. Білімім, білімің, біліміңіз білімі. Отаным, отаның, отаныңыз отаны. Бұл жекеше түрде. 5-ші тапсырмада дос, ұстаз, жеңімпаз сөздерін жіктеу қажет екен. Жекеше түрде доспын, ұстазбын, жеңімпазбын бірінші жақта. Екінші жақта доссың, ұстазсың, жеңімпазсың. Доссыз, ұстазсыз, жеңімпазсыз сыпайы түрінде. 3-ші жақта дос, ұстаз, жеңімпаз, ешқандай жалғаусыз. Ал көпше түрде доспыз, ұстазбыз, жеңімпазбыз бірінші жақта. Доссыңдар, ұстазсыңдар, жеңімпазсыңдар. Екінші жақта доссыздар, ұстазсыздар, жеңімпазсыздар екінші жақ сыпайы түрінде. 3-ші жақта дос, ұстаз, жеңімпаз. 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада өнегелі шығарма берілген. Тәрбиелік мәні өте жоғары. Бұл жерде бір бала өзінің үйіне досын ертіп келеді. Досы қызық көріп, баланың әжесінің көзілдірігін киіп көреді. Сөйтіп жатқанда сол көзілдірікті сындырып алады. Баланың әжесі өте қатал кісі екен, сол үшін бала қатты қорқады. Сол уақытта әжесі келеді де көріп қояды. Мына көзілдірікті кім сындырды деп қатқыл дауыспен сұрайды. Енді қайттым деп өзінің досын қорғау үшін әжесінің мінезін біледі ғой. Мен сындырдым деп досы өтірік айтады. Әжесі жадырап шыға келді дейді. Ұрыспады да, ештеңе демеді дейді. Сөйтіп тұрғанда бұның інісі ол өтірік айтып тұр. Көзілдірікті оның досы сындырды деп айтып қояды. Әжесі қайтадан бұлқан талқан болып ашуланып, немересін атасын алып барады. Сол кезде атасы айтады: ештеңе етпейді. Бұл досын қорғау үшін өтірік айтып тұр. Егер де осындай жағдайда досын қорғай алмай сатып кететін болса, ол қиын қыстау кезеңде өзінің отанын да сатып кетуі мүмкін. Сондай адамдар дос бола алмайтын адамдардан шығады. Енді 6-шы тапсырманың астында сұрақтар берілген екен. Өлеңнің мазмұны бойынша: 1. Бала неге көзілдірікті сындырып алдым деп өтірік айтты? Меніңше ол досын құтқару үшін осылай өтірік айтты. 2. Әжесі неге немересін жазаламады? Өз немересі болған үшін, немесе бала өз кінәсін мойындаған үшін жазаламады деп ойлаймын. Інісінің қылығын қалай бағалар едіңдер? Інісі балалық істеп, екінші жағынан ағасының өтірік айтқанына шыдамаған болу керек. Сендер осындай жағдайға тап болғанда не істер едіңдер? Мен де тура осы баланың істегенінде етер едім. 6-шы тапсырманың әсінде мына сөздерді септеуге тапсырма берілген. Достың, досқа, досты, доста, достан, доспен. Әженің, әжеге, әжені, әжеде, әжеден, әжемен. Нағашының, нағашыға, нағашыны, нағашыда, нағашыдан, нағашымен. Ізгіліктің, ізгілікке, ізгілікті, ізгілікте, ізгіліктен, ізгілікпен. Көзәйнектің, көзәйнекке, көзәйнекті, көзәйнекте, көзәйнектен, көзәйнекпен. Септік жалғауларын жалғау өте оңай. Үндестік заңын сақтауды ұмытпау керек. 6-шы тапсырманың бысында берілген сөздерді тәуелдеу керек, жекеше және көпше түрде. Іні, аға, ата деген 3 сөз беріліпті. 1-ші жақта інімін, ағамын, атамын. 2-ші жақта інісің, ағасың, атасың, сыпайы түрінде інісіз, ағасыз, атасыз. 3-ші жақта іні, аға, ата. Көпше түрінде 1-ші жақта ініміз, ағамыз, атамыз. 2-ші жақта інісіңдер, ағасыңдар, атасыңдар. Сыпайы түрінде інісіздер, ағасыздар, атасыздар. 3-ші жақта іні, аға, ата болады.
Осымен сабақ аяқталды. Кейінгі видеоларды да жіберіп алмау үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.